Достар, видеоның басына айтып кететін жағдай, мен осы видеоны, яғни бір ютуберден алым және жаман комментарий жазудың қажеті жоқ. Достар, бұл өтірік емес, бұл яғни осы жаңа пропуск дегенім осы шын, достар. Сондықтан аниматорға лайктарыңызды басып отырыңыздар. Ендеше видеомызды бастаймыз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бұл мен Олжи. Достар, бүгін видеода мен сіздерге жаңа пропуск және де жаңадан шығатын заттар туралы айтатын боламын. Сондықтан тез-тезмен аниматорға лайктарыңызды басып отырыңыздар. Достар, алла қаласа 20 подписчикке де жетіп жатыр, көрсетсе соған жетуге тырысайық. Және достар, мен сіздерге бірінші айтатыным, яғни осымен жаңа шығатын пропусктардың ұлын баласын наборларын және де қыздардыкін және тағы да олардың сол пропусктағы заттарын көрсететін боламын, достар. Сондықтан да тез лайктарыңды басып отырыңдар. Достар, және де айтып кетейін, мен одан бірінші жоп қыздың наборынан бастайтын боламын, өйткені 50 медальдік солай кете беретін болады. Ендеше достар, кетіп ке. Достар, бірінші оның осындай мен үстімдегі қыздың наборы болып саналады, достар. Оның қыздың наборы міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, осындай болады. Және достар, ода әр пропускта бір дымда пайдасы жоқ бір оружияларын скин береді. Ал осы пропускта, ендігі пропускта осындай М60 пен АВМ-ның скинін беріп жатыр, достар. Осындай скиндер беріп жатыр, өте керемет. АВМ-га как раз менде скин жоқ, бірақ ничего, бұның дымда несі жоқ, достар, яғни пайдасы жоқ. Достар, және де осы пропуск өте керемет, ендігі пропуск өте керемет деген балалады деген ойдамын, өйткені қызының үсті өте керемет ода, достар, ал астында құйрығы бар, сондықтан да онша емес онда құйрықтары, достар. Және достар, енді сіздерге мен олардың ішіндегі доска және сумкаларының нешінші левелдегісі әдемі, солардың бәрін көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Достар, әр пропускта 2 доскадан береді, сондықтан да осы пропускта 2 доска бар, оның енді көресіздер, кейбіреулеріндегісі, екеулерден кейбіреулеріндегісі, біреу әдемі, біреуін эффектісі, біреуін онша емес болып қалады. Бұл пропускта екеуі де әдемі болады деген ойдан білмейтін, маған біреуі сынады. Достар, қазір өздеріңіз экранда көріп тұрғандарыңыздай, міне осы 2 доска болады. Осы 2 доска маған негізі розылауы ұнады, достар. Сол өте керемет деген ойдамын. Сендерге қайсы ұнады комментарийге жазып кетіңдер, осыны ұмытпаңдар, достар. Және де достар, сендерге айтып кетейін, әр пропускта бір сумка береді. Бұл пропусктың сумкасы, достар, мүлдем онша емес, өйткені маған ұнамады, кәдімгі 4-5 сумкаға ұқсайды. Сумкасы білмейді, маған ұнамады. Сондықтан да бір шлейдеу болып қалған ба, білмейді, сондай бір бәле. Ал достар, өздеріңіз осындай сумкасын қараңыздар, міне мынау 3-ші левелі, өздеріңіз қараңыздар, міне 3-ші левелі. Осы 3-ші левелі нормально тәуірлеу, 1-ші левелі міне осы. 1-ші левел тоже тәуірлеу, 2-ші левел нормально. Болады, достар, осы сумкалар болады. Алам деген ойдамын, енді осыны алдым, ендігісінде алам деген ойдамын. Достар, және де осы көріп тұрсыздар, Free Fire'ден де пропуск шыққан кейін лутбокста береді, сондықтан да осы пропусктың лутбоксы міне осындай болады, өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда осындай болады. Достар, лутбокста тоже нормально деген ойдамын. Енді достар, лутбоксы маған қатты ұнаған жоқ, қатты ұнады деп айтамын, эффектісі там онша емес. Достар, және де осы өзіміздің регионда шығады деп жатыр. Енді білім қазір айтатын боламын сіздерге, некен жаңадан бір өте керемет сумканы қазір бізге 20 кристалға шығайын деп отыр. Достар, осы лутбокс 20 кристалға берейін деп отыр. Осы лутбокс, достар, 3-ші левел, қазір 2-ші левел міне. 2-ші левел тоже нормально, 3-ші, яғни 1-ші левел міне осындай. Ең соңғысы осындай, достар. Және достар, бізде жаңадан эмоция шығайын отыр, достар. Ол эмоцияны айтпастан бұрын, достар, тез лайктарыңды басып үлгеріңдер. Және достар, эмоцияны айтып кетейін, достар. Ол айтпақшы, достар, пропусктың эмоциясын айтайын. Пропускта эмоция болады, ол әрине. Өздеріңіз білесіздер, жаңада эмоция шыққан болатын, жүрек қылып, сызып, сол үстінен басып қалатын, яғни сол эмоция болады. Сол эмоция болады, достар. Достар, және де 3 эмоция болады. Осы эмоциялардың енді мен сіздерге видео роликтің эффектісін әкеле алмадым, егерде соны көрсет дейтіндерің болса, тез аниматор келіп комментарийге жазыңдар, соны көрсет деп. Енді видеода міндетті түрде обязательно көрсететін боламын, соны видеоның басын соны не істейтінін. Достар, міне біріншісі осындай. Бұл әрине парта отырып
бір шайма, короче, бір бәле ішеді. Ал екіншісі есе ол осындай, яғни қолдарын әйтеуір бір-біріне айналдырып бір бәле істеп кетеді, в общем. Ал үшіншісі міне осындай достар. Ол не істейді деп отырсаңыздар, ол әрине ашуланып, бір мұңайып, в общем, қыз тастап кететін кезінде істейтін эмоция енді. Немесе бір досың ұтылып қалмай ма, жаңағы тыймайтын, солар ұтылып қалғанда тыймайтын, ұтылып қалғанда істейтін эмоция. В общем, достар, өздеріңіз көрдіңіздер осындай екенін. Сіздерге видео точно ұнады деген ойдамын. Давайте осы видеоға тез 5 лайк написаңдар, сендердің қолдарынан келеді. Және достар, давайте осы видеоны көп достарыңа, тағы да басқаларға таратуларыңызды сұраймын достар. Және де айтып кетейін, давайте менің осы арнама 50 подписчик тастайықшы. Давайте 50 подписчик тастайық. Турнир достар, турнир жақында, мен турнирға әрекет жасап отырмын, жақында болады деген ойдамын. Короче, достар, сіздермен бірге болған мен Олжа KZ, аман жүздескенше сау болыңыздар.